Қазақстан Республикасының аумағында бұрын тұрған және қайта келген этникалық қазақтар егов порталында қандас мәртебесін алуға және ұзартуға өтінім бере алады. Ол үшін басты беттен азаматтық миграция және иммиграция бөліміне өтіңіз. Шетел азаматтарына Қазақстан Республикасына кіру және азаматтығы бөлімін таңдаңыз. Қандас мәртебесін беру немесе ұзарту қызметін таңдап, қызметке онлайн тапсырыс беріңіз. Әрі қарай қажетті тармақтарға белгі қойып, қызмет түрін таңдаңыз. Мәртебені беру немесе ұзарту. Біз мәртебені беру қызмет түрін таңдадық. Барлық деректерді толтырып, қажетті құжаттарды тіркеңіз. Деректерді тексеріп, сұрауға қол қойыңыз. Қол қоюдың қолжетімді әдістерінің бірімен өтінімге қол қою қажет. Қызмет нәтижесі жеке кабинетте 4 жұмыс күні ішінде пайда болады.